Ассалаумалейкум достар. Осындай нелерден бастап отырық. Жұмыстарымыз мынандай зимний дөңгелек алдырттым. Хош. Мотоциклдік сияқты ма кішкентай ғана. По размеру келе ма, я, бір-біріне. Мынау сәл жұқарақ па, я? Қандай болып тұр ғой, я? Неге ондай, я? Қысқа қарай сондай бола ма, или чо? Не, десең. Протекторлер вроде әйбет. Олардікі қандай? Мынанкі қандай? Андай қалдықтардан жасай салады жар, осы дөңгектерді кішкентай қа. Деш. Мынау шушы Астанадан кетті маған шушы. Қуады кесін сен, сволочь. Пошлепаю вообще. Сол, бүгін понедельник, дүйсенбі. По заказым көремді қазір. Қандай жұмыс болады екен? Екеуі де тұр ғой, екеулері күчу десең. Кешіріңіздер. Так, достар. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар, амансыздар ма? Вообще басқа қалаға барған маған жақпайды, ауыртпаға соңыштағы деп. Не ой? Қазір жаңа көрсеткен баллондарды барып ауыстырып алайық. Алда қыс келе жатыр деген секілді. Мекілді жекілді. Баллондарымызды салып алайық. Жаңа қыстық дөңгелектер алдық. Новый. Бұған Титанка салып көрген мен. Титанка 15, 205, 55 деген Титанка салып көрген. Бұлай әдемі тұрады. Шпилькілерін ауыстырып, бүйтіп салдым, бірақ бұның артқы дөңгелегін салған кезде рамаға тиіп қалды. Жүре беруге болады, бірақ бір күні баллонның боковой порезін шығарады. Сол, қазір көреміз. Сіздер асықпай отырып, ыңғайланып отырып, лайк басып қарап отырыңыздар. Сосын бүгін дүйсенбі кішкене жұмыс істеп көреміз. Кішкене болғанда до ночи істеп көреміз. Қанша бар екен по факту. Достар, міне баллон ауыстыруға келдік. 4 жаңа баллон. Қазір результатты көретін боламыз. Сосын мойкеге барамыз. Сосын жұмысқа шығамыз. Ойе, өзбекше сөйлеп кеткесің бе? Сол артқы екеуін ауыстырып сады. Алдыңғы екеуін салайын деп отыр қазір. Ондай ғой, короче. Кішкентай. Тайдың татағы сияқты қойасың. Так, баллондарды үйге әкеп тастадық. Енді машинаны жуамыз. Сосын заказға шығамыз. Бізде заказдардың бәрі пока приостановлены болып тұр. Неге? Өйткені фотоконтроль өтетін уақыт келді дейді. Сондықтан да қазір машинаны жуып шығып, ішін тазалап, алып, соска қылып суретке түсіріп қояйық. Сосын бүгін дүйсенбіде кешікке дейін прям до конца жұмыс істейміз. Сағат 1:30, мойкаға бір жарты сағат кетеді. 2-лерде шығамыз ғой бұйыртса. Сол, давайте. Так, достар, мына фотоконтроль машинаны жіберіп отырмыз. Қазір мына грузовой дегенімізде активный болып шыға келу керек. Енді фотоконтроль селфи дейді. Өзінің түрін суретке түсіресің. Деп қазір. Сосын ары қарай көреміз заказ. Бүгін дүйсенбі, тағы да қайталап айтамын. Қайталай бересің, нормально сөйле дейтін адамдар болса. Ренжімеңіздер. Так, вертолет оталып тұр. Машина оталып тұр. Баллондар жаңа, аккумулятор жаңа. Неғып оталмайды, жұманаға деш. Магазинге кіріп шығып өлгірмей қағасың ғой, деп ше. Бір заказ түсіп тұр, магазинге кіріп жүрсің. Безналичный дейді. Один грузчик деп көрсетіп қойды. Бірақ ол ондай один грузчик емес. Так.
Все, кеттік. Так. Новогодний ойыншықтар, елкілер көрсеттік. Енді слишком шетел жер мынау. Үйлерім бәрі осында бағанды. Бұйыртса осында үйлерде тұрайық жігіттер. Орбита Ақшам ауданына келді. Так, достар, оқшыш. Екінші тапсырыс. Жаңа тапсырысымыз біздің 5160 теңге болды. Грузчик считать етіледі екен, прикиньте. База жоқ. Сол. Қазір екінші тапсырысқа барамыз. Шыдан көреміз. Музыка сексуальный болып атқан жоқ па? Депші. Лайк басып қойыңыздар. Так, мынандай жерге келіп тұрмыз. Загрузка полный жүріп жатыр. Сағат 15:33. Шаманес, екінші заказ. Баллон дейсің ғой. Так, алып кеттік заказда. Қандай бір ұзын? Осы ғана. Сол. Жаңағымыз 5160 теңге ме? Сондай болды. Есімі Балқадиша емес, Балқия деп әнші болып көтеймін. Так, қайда баратырық біз? Білмеймін. Қайқа баратқан білмейді жынысы ма? Тұрар Рысқұлова 66А. Короче, сол. Сояққа кетіп бара жатырмыз. 5000 теңге болу керек. Менің есебім бойынша, құрметті хандар мен мырзалар, белбеулеріңізді тағып отырыңыздар, көтендеріңізді қысып отырыңыздар десең. Не ғой? Кеше алдындағы видеоның астында бір комментарий оқып қалдым. Күшті болып қалғасы ғой. Кәм Шымкенттен ағайындар жиналып Дамаспен келе жатырмыз дейді ғой, короче. Алматыны басып аламыз дейді. Молодец, істеріңізге сәттілік берсін. Бұл блогты еще международный қыл жіберген подписчиктер, вообще тигрлар бар. Чикаго, Канададан қарайды екен, Кореядан сәлем туған елге дейді. Бұл туған жердің сізге де ыстық сәлемін қабылдаңыздар. Барлық көріп отқан көрермендерге Алматыдан жалынды сәлем. Қай қаладан қарайсыздар? Астына лайк басып, комментарий жазып көрсетіп өтіңіздер. Сосын көптеген жігіттер осы видеоны көріп Дамас алып Алматыға келіп отыр екен. Мен ойламадым вообще ондай болады деп. Сондай болып қалды. О, друзья! Ош, друзья дегенші. Достар, браттар, тигрлер. Жаңа заказды апарып түсіруді ұмытып кеттім. Түсіріп салдым оны. Мынау үшінші заказ. Сейфуллинамен төмен қарай кетіп жатыр. Бағанағы заказ 3500 теңге болды. Так, домдарға келдік. Бұл грузчикпен екен. Қазір көреміз, не алып кететімізді. Так, үшінші тапсырысымызды да апарып тастадық. Клиентпен сөйлесіп отырып ұмытып кеттім түсіруді. Негізі жаңа клиентпен бірге келген ғой, ішіне отырып. 3 рулон мата. Тігінші болып жұмыс жасайтын жігіт. Жігіт орыс жігіт қой. Базар жоқ, не істеп отырсыңдар сендер? Мә саған. Сол жігіттің швейный кооперативқа заттарын алып келдік. Содан кейін 4000. Жаңа қанша болды? 900 ба? Сондай болды. Так, мынау келесі заказ. Базар жексіңіздер десіңдер. Аха, деп мас оқақсың. Ал, кеттік ал. Қазір қалай, нормально отырсыздар ма? Ремендерін тағылдыңдар ғой бәрің, Давай. Соғыспай отырыңдар бәрің, Сендер уже 600-ге бардыңдар ғой, білесіңдер ма сендер? Мен канал бастаған кезде 30 подписчик беді, сондай еді. Көпте болған жоқ қой, канал бастағаным,
Уже 537, 540. Брат, терминаторсың ма? Аршы. 537. Оқырман болыппын. Значит, 537 адамға қызық сияқты. Мен әңгімем. Братжан, кіріп кете салайын. Рахмет. Рахмет саған, брат. Қазір аварийканы үйіңе дейін жақып барам. Пожалуйста, братжан, рахмет. Сол, көреміз қазір мынаны. Қай жаққа апарат екенбіз? 8 минут дейді, до подачи. Бұл пробкамен әрең жеттік қой, лайн. Сағат қанша ол? 17:44 дейді. 3660 теңге. Ташкентский Мира жақтан сондағы жүргеніміз. Так, оплату получил. Тигрбек. Тиграхау, да? Қазір біз Рысқұлова Момышұлындамыз. Понедельник. Көреміз ары қарай. 14 мың теңге болыпты. Бүгіндік табысымыз 14 мың теңге достар. Сағат 2-де шықтық. Қазір 6-ға 10 минут қалды. Сонда қанша? 4 сағат па? Понедельникте еще. Так, братва. Сағат 17:51. Тағы бір тапсырыс келіп түсті. Подача 6 минут дейді. Так, 12 месяцевқа келдік. Заказымызды күтіп тұрмыз. Қазір алып шығу керек. Ванна дейді. Сағат 18:02. Так, бұл тапсырысты да бітірдік. 3000. 2800 болды, 3990 жарайды. 3000 теңге жарады айтайын, короче. Ары қарай кеттік. Жігіттер эвакуатормен мебель тасып жүр. Күндігі 100 мың дейді эвакуатор. Жақсы ғой, 100 мың теңге. Бәсе не газелдерін соска қып істеп алып жүреді десем, күніне 100 мың тапса мен де сөйтеді демші. Ал, қадірменді братвалар, тағы бір тапсырыс келіп түсті. Не дейді? Үйге бармайсың деп тұр ғой примерно. Жарайды. Ақшасын берсең жүре берем ғой. Кеттік. Ал, бетіңе десе. Кешіңіздер. Так, достарю. Получили посылку деп қоясың ба жаңа. Ал. Кеттік енді ше. Бұл бізде, по-моему, 5-ші заказ ба? Сондай ғой. 41 минуттық тапсырыс екен, достар. Ұзақ жол жүретін сияқтымыз ба, да? Сонымен, по-моему, тәмәмдейміз. Тапсырысты бітірдік. 4000 теңге болды. Бүгіндікке өшім 19500 теңге жасадық қой. 20 мың деш. Өй, доход не сөз. Домой деген жоқ па не? Сол, достар, барлықтарыңызға рахмет, қарағандарыңызға. Сау бол. Сау бол, братан. Давайте, деші. Жалпы. Сол, жұмыс осымен бітті. Қараңғы түнде тау қалғып. Достар, жаңа тапсырысымызды аяқтап болдық, шақтақ. Так, достар, осымен видео тәмәмдалады. Аяқтаймыз осымен. Бүгіндікке табысымыз 20 мың теңге. Сағатымыз 7:30. Жұмысқа сағат 2-де шыққанбыз. 5 сағатта 20 мың теңге. Сол. Каналға жазылыңыздар, каналға лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, жақсы болсын, жаман болсын, жаза берсіңдер. Барлығы өз еріктеріңде. Ұнамаса қарамаңдар, ұнаса қараңыздар.
еще че. Инста парақшаға жазылыңыздар. Сұрақтарды сол жерде қойсаңыздар болады. Сол, давайте.